ертеде мысық пен әтеш дос болыпты. Бір күні мысық әтешке былай дейді: Әтеш, терезеге қарама. Есікті ашпа. Орманда түлкі жүр. Мен қазір келемін. Мытық, апа, етік. Деде қама. Сөйтіп әтеш үйіне кіріп, есікті жауып алады. Терезесін ашпайым деп мысыққа уәдесін берді. Мысық өз шаруаларымен кете жөнелді. Әтеш уәдесін беріп, үйде терезеден қарап отыр. Осы кезде үйдің маңайына түлкі ақырындап, маңайлап келе жатады. Сығалап терезенің әйнегінен аңдиды. Түлкі білдіртпей әтешті аңдып тұр терезеден. Ақырын жақындап былай дейді: Әтеш, мен татты бидай алып келдім. Терезені аш. Түлкі өзінің қулығын жүзеге асырып, әтешті қапшығына салып, өзінің үйіне, орманға алып кетті. Сөйтіп мысық үйіне келіп қараса, үйінде әтеш жоқ екен. Жан-жағына қарайды, әрі қарайды, бері қарайды. Ойланып, орманға қарай жөнеле бастайды. Мысық орманға жөнеліп, ормандағы жалғыз тұрған түлкінің үйіне келіп аңди бастайды. Түлкі әтешті ұстап алғанын көреді. Не істерін білмей, әдемі әуен шырқап берейін деп түлкіні алдайды. Сөйтіп мысық түлкіні алдайын деп өзі бір ән шырқай бастайды. Ол әнді ұнатқан түлкі терезеден бұл қандай әсем ән айтып атқан деп қарап далаға шығады. Далаға шығып қараса, әтеш сол қулықты пайдаланып жүгіріп шыға жөнеледі. Жүгіріп мысықтың қасына келеді. Құтылып шығып, әтеш пен мысық бар даусымен айғайлайды. Мяу! Құт-құрику! Осы дауыстан қорыққан түлкі қаша жөнеледі. Осылайша мысық пен әтеш аман-есен үйлеріне жетті. Осымен біздің ертегіміз аяқталды. Міндетті түрде каналға тіркеліп, видеоларымызды тамашалап отырыңыздар.